Сәлем достар, бүгін мен бір өзімнің жаңа жабдығымды әңгімелеп көрсетіп берейін деп, соның қалай түсіретін сапасында көрсетейін деп, жаңа бір бейне таспа түсіріп алып келдім. Алдан ол жаңа жабдығым мынандай болды. Міне мынау бейне камера, фейтек көріне ма, мынау жазбасы, міне фейтек деген жазбасы. Бұл міне мынандай түрі, бірақ бұл бұған қосымша мынандай несі бар. Бұл бір-біріне жалғанады, бірақ бөлекте жұмыс істейді. Міне мынандай. Бұл бір-біріне жалғанып, міне мынаны қазір кішкене былай көрсетіп берейін, кішкене былай. Ал міне былай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мен соны басып отырмын ба? Міне басын айналдырады, 3 мәрте бұрған кезде. 1, 2, 3. Міне тағы да бұрды. Сөйтіп әрі-бері басқаруға болады. Мынаның қимылдарымен. Мысалға қазір мынау қалай көрсетсең солай көрсетеді. Ал бір түймешені бір басып қалсақ, бұл горизонтальды түрге келтіреді. Сөйтіп мынандай бұл мынау басы мына тауықтың басындай, мойнындай деп айтуға болады. Өйткені мынау қалай бұрсаң да горизонтальды, енді шлей шектен кетіп қалмау керек. Бірақ осылай қозғалыс болған кезде мынау стабилизацияны ұстап отырады. Стабилизация түсіріп отырған нәрсенің бәрін осылай мойнын қаншама бұрсаң да, былай селшілдетсең де, ішіндегі тағы да электронды стабилизатор бар болу тиіс. Сол кезде жаңағы түсірілген бейне өтте селшілдемей, тыныш қана. Мынау атқа мінген кезде, машинаға мінген кезде, жаяу жүргенде, негізі қозғалысты болған кезде мынау өте жақсы дүние болып шықты. Әрине телефонның аты телефон, телефонға мынау айтпақшы, мынау бұл темір, мен мынандай қыстырғышым бар. Мына жерге бір қаңылтыр жабыстырып, мына былай содан кейін мынандай кез келген жерге қыстыруға болады. Мына мәшинеге де, мәшиненің үсті басы мәшиненің темір ғой, сондықтан капотына да, үстіне де, мынау несіне де, қапталына да жабыстыра беруге болады. Бірақ кабинаның ішінде отырып, мұнамен басқаруға болады. Бұл мысалға жаңағы жоғары көрсетсем десең, міне жоғары төмен түсірем десең, мына жақта пультінің өзі, міне пультпен басқарылады. Былай солға, оңға, неше түрлі енді сондай бір өзінің басқару жүйесі бар. Содан кейін жаңаны көрсетіп өттім. Содан кейін осы жерден қашан түсірем, қашан қоя қоям деген сияқты несі бар. Міне мынау осылай жалғанады. Содан қолға осылай ұстап жүруге болады. Енді бұның барлық міне енді 3 бөліктен тұрады. Міне ал мына болса стационарды түрде, мысалға қазір стөлдің үстіне қойып, міне 3 тағанына қойып қойға болады. Міне 3 аяқ.
сол кезде жаңағы мынау нығыз үш аяқпен тұра алады. Былай көрсетейік. Міне осы туралы әңгімем. Содан кейін мынау қақпағы бар. Енді мынау қалтаңа салып жүру үшін өшіріп қоясың да, содан кейін мынаны қақпағын салып қоясың. Енді осындай. Енді қазір сол бұл кімнің тағы да бір менде болған DJI Pocket 2 деген менде болды. Ол менде біраз түсірдім. Ол енді болды өте керемет. Тіпті кешкі құрым түскен маған өте ұнады. Ал мейлі, не де болса да енді қолда бар, енді осымен түсірген көрсетейін. Енді телефон, бірақ мынау әбден осындай экшн түрде түсіруге әбден бейімделген. Әрине мынау сыртқы ауа райы жаңбыр жауған кезде түсірсең, мынау бәрі ішіне су кіріп кетуі мүмкін. Бұл судан қорғанбаған. Мынандай қалпағы бар. Шишадай мөлдір қалпақтары да болады. Ол анау су, қар мына ішіне кіріп кету үшін, ылғалданбау үшін. Сондықтан бірақ оны бөлек алу керек. 4К дейді ғой, 4К. Бұл өте тұнық, өте анық түсіруге болады. Бірақ мен кәдімгі жаңағы аса түспей, осындай HD сондай сапасымен түсіріп келдім. Жолда иығыма түсіріп. Енді соны кішкене қосымша ретінде бейнетаспаны саламын, сөйтіп соны бірге тамашалайық. Ал енді осылай жарайды. Дауыс қалай естіледі деген байқап көрейік. В общем, какие-то настройки тоже бақылаулар болады. Тек адамның дауысын еститіндей. Сол бақылауды қарамақпын. Қарап, соны бақылап қою керек. Содан кейін дауыс жақсы шығады. Мен басымды кішкене бұрып атқан сияқты микрофонға жақын болсын деп алдым. Қазір негізі мына қалай екен қазір білем. Макулатура, қағаз қалай ержеді оны. В общем, қолданған біткен қағаз. Сол қағаз өтсу әкетіп бара жатыр. Жай. Қалаға шығу үшін себеп керекті. Сол себеп бар. Біріншіден мына қағаз өткізу, содан кейін мына жолай дүкендерге кіріп керек заттарымды алып, содан кейін неден
Jat sattı hadi. Jat 128 gigabaytlık jat tapsırma berген mынау AliExpress'ten. Sodan жолай кері қарай айтқанда Her hareket ederse cevap daha iyi. Görüyor musunuz? Bugün ben жаяу жүргіншілердің жолымен ары қарай өтіп кері қарай әжептәуір салмақ бар енді. Tökörüp kaldılar. Asfalda görüşürüz. Dağıttınız. Zahmet kalk.
мынау сол жақта хлебохвада комбинат коммерческий директор болып. Алғаш рет неге келгем осы Ресейге. Сөйтіп жұмысқа орналасып бірақ қызық болды өзі. Коммерческий директор не супервайзердің жұмысы сияқты да, жаңағы мынау әкім қадағалап жұмысқа шықты, шықпады, өздерінің жоспарлары бар. Сол жоспарлар орындауын қадағалау негізі. Мына жер тымда жоқ етін бұрын. Бір өсіп кеткен, бір ағаш өсіп кеткен, бір дала етін. Бірақ қаланың ақ қала, бет жағы жан-жаққа қарай өсер ғой. Жолға жармасады бәрі. Жол ғой, ең бастысы. Жолдың бойында жолдың бойында, шудың бойында іздедім сені, шудың бойында менің іздерім сенің мойныңда, дей ма? Засос жасағын ғой, засос. Мойныңда деп. Шудың бойында іздедім сені. Іздеген енді міне көрдіңіз, андай болып тұр ғой, мынандай. Мынау Америкадан келген. Андай жақсы тал емес, ағаш емес, жаман ағаш. Инвазивті дейді. Басқа өмір көрмейді. Басқа өмір көрмейтінде. Өзбек жоқ. Етті үйлер қасуар. Жолдың бойында. Да, металл профиль.
куда подъехать. Здравствуйте. Так, весы вот они, да? У вас только картон? Тут всякие бумаги. Но это будет считаться как картон по 6 рублей. По 5 рублей. Ну там журналы. Ну, тут картон присутствует, понимаете? А, Я же не могу.